Сәлем достар, бүгін бұл видеода біз заливной пирог жасайтын боламыз. Любой начинкамен жасай берсеңіздер болады. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майымызды алып, үстіне қантымызды салып, венчегімен жақсылап араластырып шығамыз. Одан кейін араластырғаннан кейін жұмыртқамыз саламыз. Және де қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Бұл жерде мен екі пирогтың тестасын дайындап жатырмын. Сіздерге астына бір пирогтың тестасын жазып өтемін. Одан кейін үстіне ұнымыз бен бір шай қасық разрыхлитель қосамыз да қолымыздың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай нәзік қолға жабыспайтын қамыр шығады. Енді осы қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа апаратын боламыз. Жарты сағаттан кейін формамызға орналастырып аламыз. Начинкасына 20%-дан жоғары қаймақ қосамыз. Оның үстіне сапасы жақсы сгущенкамызды қосамыз. Одан кейін үстіне бір ас қасық кукурузный крахмалымызды қосамыз, араластырып жібереміз. Алдын ала тестамызды формамызға дайындап қоямыз. Үстіне начинкамызды құямыз. Және де қамырымыздың үстіне жеміспен әсемдесеңіз болады. Киви, консервированный персик, ананас, менде мандарин болғандықтан мен мандаринмен әсемдедім. Бұл пирог өте дәмді болып шығады. 170-180 градуста ол 25-30 минут пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз пісті. Өте дәмді пирог. Жасап көріңіздер. Қонақ дастарханға жасасаңыздар өте әдемі болып көрінеді. Менің рецептім ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.